Садық Шәкелұлы 1924 жылы Батыс Қазақстан облысы Жаңа Қала ауданының нөмір 20 ауылында дүниеге келген. 1942 жылдың 10 қыркүйегінде Орынборға аттанады. 1943 жылдың наурызында кіші сержант шенімен атақты 73-ші гвардиялық Қызыл ту атқыштар дивизиясына қосылып, шілде айының ортасынан бастап ұрысқа қатысады. Ерлігі үшін миномет расчетінің кіші сержанты Садық Жақсығұловқа 1944 жылдың 22 ақпанда Кеңес одағының батыры атағы, Ленин ордені және Алтын жұлдыз медалі берілді.